Сәлем всем. Бүгінгі осы сабақта контентке не саламын, идеяны қайдан аламын деген сұрақтардың барлығынан біржолата арылып, контентке таусылмайтын идея и продажа мен лояльность әкелетін сценарийларды жазып үйренесің. Қайырлы күн, өзімді таныстыра кетейін. Мен есімім Перизат Молдашева, 3 жылдық опыты бар маркетолог продюсермін. Эксперттер мен фрилансерлерге запуск жасауға, обучение услугаларын сатуға көмектесемін. Ментор, наставникпін. Контентке таусылмайтын идея шығаруға арналған матрица бізде скобкаларға бөліп аламыз. Вот у нас здесь контент түрі, темы, форматы, подача и осы жерге идеямыз жазаламыз. И осылардың барлығын, мысалы, былайынан бөлеміз. Сізде контентте өзіңізде идея жоқ, из-за того, что не саларыңызды білмейсіз ғой. А сізді по частям поделим, бір адамда экспертный, широкий, продающий, личный. Осының барлығын толықтырған кезде сізде контентіңізде сататында, сізге лояльность тудыратында, сенім алып келетін және ахват алып келетін и продуктыңызды тікелейді контент арқылы да сатуға болатын жүйе қалыптасады. Получается, бізде мына жерде темаларды алатын болсақ, мысалы темаларда бізде 3 тема бар өтетін. Ол ақша темасы, мейлі ол минус пен плюс болса да, қарыз болсын мейлі, или накопление темасы болсын, ол барлығына ортақ. Денсаулық темасы болса, ол да тоже ортақ. Барлығымызда денсаулық то ли хорошо болса да, плохо болса да бәрімізде бар. И одан кейін отношения, то ли разводе, то ли в отношениях, эта тема тоже обширная. Получается, сіз осы тема арқылы экспертностіңізді аша аласыз, ақша табуға байланыстырып өзіңіздің нишаңызды алып келесіз. Қазір сценарий жазатын кезде көрінесіз. Ал широкийға алып келетін болсақ, ақшаға байланысты ортақ теманы қозғайсыз. Например, бала темасын қозғауға болады. Сосын үкіметке байланысты қозғауға болады. Сіздің вообще өзіңіздің блогыңызда жалпы 3 теманы аласыз ғой. Например, мысалы менікіне алатын болсам, хиджаб, жұмыс, фриланс талайын. Фриланс и бала. Осы 3 теманы айналдыратын болса, менің блогым осы 3 теманы айналасында болады. Деген сияқты сіздің темаңызда, блогыңызда қандай темалар болу керек, соған айналдырып алып келіп отырасыз. И осы жердегі процентарийді есептейтін болсақ, мен мынаның широкийдан қанша саламын, экспертныйдан қанша саламын, продающийдан қанша саламын дейтін болсаңыз, вот осы жерде сізге не керек? Процентарий керек. Процентарийді былай есептейміз контенттегі. Егер сіз широкая нишамен жұмыс жасайтын болсаңыз, широкая ниша деп отырғанымыз, олар стилист, нутрициолог, психолог тоже ортақ широкая тема. Ал узкаяға, мысалы, таргетолог, сайтолог, продюсер, рилсмейкер деген сияқты нишалар, олар узкая. Мысалы, инстаграмды ашып қалып қарап отқан өзіңіз ойлаңыз, сіздің мамаңызға, ағаңызға, туысқандарыңызға, немесе ата-анаңызға танысыңыздың барлығына бірдей таргетолог керек болмауы мүмкін, рилсмейкер керек болмауы мүмкін. Ол блогқа шығуға қорқып жүрген адам болуы мүмкін, да, вообще. Просто контент потреблять етіп отырған адам болуы мүмкін. И ол адамды сіз қалай қызықтыра аласыз? Только өзіңіздің личностіңіз арқылы қызықтыра аласыз. Ал если предприниматель болсаңыз, мына жерде предпринимательді қосып қойын. Вот кәсіпкер болсаңыз, сіздің блогыңызда осы кәсіпкерлік туралы больше айту арқылы, 80% осы туралы айту арқылы сізде лояльная аудитория болады. Сіздің блогыңыз тек қана развлекательный болып кетпейді ол кезде. Ал личностьті 20%-ға қосасыз. 20%, а мына жақта экспертность 20% болады. В чем разница именно личность пен экспертностьтің проценттарын осылай қойған кезде? Разница в том, что сіздің нишаңыз қаншалықты адамдарға таныс емес, потребностьқа неге қалауыңызға жатпайды. Мысалы, адамның
күнделікті нан мен су сияқты қажет емес па, значит сіз өзіңіздің личностіңіз арқылы қызықтырасыз. Получается, басында сіз кімсіз, немен айналысасыз, не үшін сізге бару керек деген сияқты сұрақтарға жауап беру арқылы, оны распаковка жасау арқылы шығаруға болады. Осы сұрақтарға жауап бергеннен кейін барып сіздің нишаңызға келеді, ол сіздің 20%-іңізді составлять етеді. Түсінікті? Ал мына жерде сіздің кәсіпкерлікте, мысалы, допустим, бастықтың бір күні, сосын жиза, сосын кәсіпкерліктегі есеп айды жабуым, я болмаса осы айды қандай немен жаптық, мен бизнесте қалай жүргізіп жатырмын деген сияқты темаларды айтатын болсаңыз, ол осы теманы қарап отырған адам болашақта өзі сіз сияқты кәсіпкер болғысы келуі мүмкін. И соответственно сол жерде сіз 80% осындай контент бергендіктен сіз бизнес форумдарға қатыса аласыз, дальше өзіңізді кәсіпкер ретінде көрсетіп позиционировать ете аласыз. И 20% сіздің қандай адам екеніңізді көрсетіп личностьті қосасыз. Вот осы проценттар, егер сіздің нишаңыз широкая болса, экспертності 80%, егер не болса, узкая болса 20% қосасыз экспертності. Ал егер широкая нишаға личностьті қанша қосамыз дейтін болсаңыз, ол жаққа 20%, ал узкаяда 80%, в основном 80% алу керексіз. И қасына жаңағы рубрикалар жасау арқылы, одан кейін айына жаңағыдай аптасына мысалы сізде 80%, мысалы 7 рил шығарасыз, 7 контент шығарасыз, соның процентарин бөлген кезде широкий темалардан бір-екеу, қалғаны уже экспертностьқа кетеді. Вот осылайынан жасайсыз. Енді сценарий жазуға байланысты сіздерге тағы да бір бөліс жіберейін. Сценарийдің барлығына сәйкес келетін не түрі бар, базовый түрі бар, сценарий деп алайық. Енді біз тақырып таңдауды түсіндік, не туралы айтатынымызды түсіндік, широкий, экспертный, продающий дегеннің не екенін түсіндік, личность дегенді распаковка арқылы жасау арқылы түсінесіз. Егер білмейтін болсаңыз, вот осының барлығын алып келгенде енді мен бұны қалай подавать етемін, қалай түсіндіремін дейтін болсаңыз, сізге сценарий жазуды үйрену керек. Ол үшін ең бірінші алғашқы 3 секунд хук, триггер. Яғни бұл жерде триггер бізде көбіне, мысалы, талпамен жүрген кезде қалып кету деген, фомо деген триггер бар, қалып кету деген триггер болған кезде адамдар талпа қай жаққа қарай жүреді, сол жаққа қарай көбіне жүреді. И осы жерде эмоция туындай ма, адамда қорқыныш, қалып кету деген, дәл сол сияқты сіздің рилсіңіздің ең бірінші сөйлемі адамға эмоция беру керек. Мысалы, сата алмай жүрсің ба деген сияқты, о, мен сата алмай жатқан сияқтымын деген сияқты бір эмоция болу керек та. Вот осы жерде хук, эмоция. Эмоция дедік. Екінші акт бірінші акттан не береміз? Контекстке кіргіземіз. Яғни бұл ситуация қайдан шықты? Сата алмау деген қайдан шықты? Мысалы, бір мысалды алып кеттік қой, алып кете берейік. Сата алмау, контекстке кіргізу деп айтамыз, оны либо предыстория. Предыстория, получается, проблеманы усилять етеміз. Бұрын барлығы сата алатын еді, ешқандай проблема болмап еді, спокойно сататын едім, как пирожки сататын едім деген сияқты, либо қазір вообще сата алмай қалдым деген сияқты күшейтеміз. Дальше акт 3, акт 2. Акт 2-де уже бұл жерде больді тікесінен айтамыз. Вот сен неге сата алмай жатырсың? Личностьқа да байланысты осылай больді айтамыз. Почему я перестала, например, винить себя деген сияқты осылайынан больді, осылайынан өзіңізге қатысты болса, больді өзіңізге личностьқа айтасыз, либо экспертностьқа. Это не имеет разницы. Бұл жерде уже боль кету керек акт 2-де. Үшіншісінде, акт 3, бізде шешім береміз. Адамдарды эмоциямен, яғни басында мысалы сата алмаймын деді, одан кейін эмоция тудырдық, одан кейін контекстке кіргіздік, одан кейін больді айтқаны, сол больмен, сол негативный эмоциямен қалдырып кетуге вообще болмайды. Бұл жерде біз обязательно шешім беруіміз керекпіз. Шешім беріп, call to action болғаннан кейін, ол адам уже не істеу керек екенін түсінгеннен кейін ғана барып сіздің воронкаңызға өтеді. Оны жасамадыңыз ба, бұл жерде просто контентті потребляйте, и все, болды, жоқ бұл жерде адам әрі қарай. Получается, шешімде не болады? Вывод болады, қорытынды, қорытынды ойды айтасыз и подпискаға шақырасыз. Екеуінің біреуін таңдасаңыз болады. Например, сата алмағанды осы арқылы шештім, и осыдан кейін мен ұялмай сатамын деп ойлаймын. Либо сен де сатуды үйренгің келсе, маған тіркел, мен саған разбор жіберемін, анау мынау деген сияқты жасайсыз. Енді осы жерде барлығынікі бірдей болып кетті, сценарий бәріміздікі бірдей, ұқсап кете береді, біреуден көшірсем өтпейді, қайталасам да менің аудиторияма жақпай жатыр деген сияқты нәрселер, проблемалар туады ғой. Вот осы проблемаларды қалай шешеміз? Бұл жерде уникальность табу керек. Уникальностьті табу арқылы бізде, мысалы, мынадай уникальность бар да, туа біткен уникальность бар,
и уже прирожденный бар, и потребительский потом пайда болған. Туа біткендер ол сіздің жеке өміріңізге байланысты нәрселер болуы мүмкін. Яғни сізге ғана тиесілі. Мысалы, менің туған өзімнің әкем жоқ, без отца росла, мама одиночка, старший ребенок в семье, одан кейін пахар работаю деген сияқты маған ғана сәйкес келетін уникальностьтарым бар. Мен осы уникальностьтарымды блокқа салсам, менің ерекше опытым шығады. Ал қолмен жасайтын уникальностьтарды, мысалы, мен бүгін осындай киінуге решила. Почему? Потому что маған деловой стиль ұнайды. Мен очки кию мүмкінмін, есте көбірек сақтау үшін деген сияқты. Уникальностьті екі составляющий арқылы, яғни осы уникальностьті екі составляющий арқылы құрамыз. Ол біреуі прирожденный, жаңағы өзіңіздің опытыңыз. Екіншісі қолмен жасайтын. Ол сіздің стиліңіз болуы мүмкін. Даже қолмен жасайтынға, мысалы, ең соңында call to action'дағыңыздың бәрі почти бірдей болуы мүмкін. Мысалы, мен каждый рилс айтып келатам да, сол үшін продюсерлікті оқы. Сол үшін продюсерлікқа кел деп осылай аяқтай берген сайын мен адамдарға дәл осы нәрсемен есте қалам. Продюсерлікке шақыратын қыз ба деп мен осылай есімде сақтап қалады. Сол сияқты өзіңізге бір уникальный стиль жасап алыңыз. Постоянно қайталанады, и сол арқылы есте қаласыз деген сияқты. И микс қылып жасауға болады. Жаңа контентті широкий контент жасаймыз, охватный жасаймыз, экспертный жасаймыз, личный жасаймыз. Осылардың барлығын миксовать етуге болады. Форматтарымен, мысалы, бір күн сен форматты зікірті қылып бердің, озвучкамен, бір күні сторителлинг қылып бердің, бір күні қылып, говорящий голова қылып бердің деген сияқты болады. Но не шрифтамен. Шрифттар бір күн қызыл, бір күн жасыл бола бергеннен қарағанда, постоянно бір шрифт бірінен ұстанасын, образ ұстанасын, бір фон, и солайынан больше есте қаласың. Почему? Потому что қазір планерная слепота, контент потребление көп, и сен есте қалу үшін өзіңнің уникальностьіңді, темаңды, жеке опытыңды барлығын қосқан кезде сенде бір надай образ в блоге болу керек та. Вот осы образ в блогені қалыптастырған кезде сізде лояльность та, продажа да болады. Осы сабақты қайтадан қарап шығыңыз, жазатын жеріңізді жазып алыңыз, қорытындысын өзіңізге түртіп, осылайынан сценарийді қайталап жазсаңыз, сізде осы сценарийдің неше? Так, хук, акт 1, акт 2, акт 3, одан кейін call to action. Осы сценариймен қайталап, осы базамен қайталай беретін болсаңыз, личностьқа да байланысты, экспертностьқа да байланысты осылай жазасыз. Ал егер де осы сабақтан полностью мен көрсетіп бергенді өзім жасай алмаймын, маған қайталауға көмек керек десең, осы мен жақында практикум жасаймын. Сол практикумға тіркелу үшін астыға анкета қалдырамын. Сол анкетаны толтырсаң, мен сені практикумға тіркеймін, және де осы сабақтың PDF-касын өзіңе жіберемін.